Hi everyone, we start our English lesson number 15 about adverbs. Biz бүгін ағылшын тілінің 15-ші сабағын бастаймыз. Бұл үстеулер жайында болады. Adverbs modify verbs. Adverbs осы бүгінгі тақырыбымыз үстеулер, етістіктерді анықтайды деген сөз. Adverbs modify verbs. Төмендегі бізде мысалдарда әрбір сөйлемде осы үстеу бар. Үстеулер сол сөйлемдердегі қимыл, іс, әрекетті білдіріп тұрған сөзді анықтап тұр. Бірінші сөйлем dancers dance gracefully. Бишілер сәнді билейді. Бишілер билейді деп айта салсақ, dancers dance дейміз. Бишілер қалай билейді? Бишілер сәнді билейді. Dancers dance gracefully. Сол қалай билейді дегенді біз осы билеу деген сөзді анықтау үшін сұрап тұрмыз. Қалай деп. Сол ағылшынша how do they dance деп айтамыз. How деп осы gracefully деген сөзге сұрақ қойып тұрмыз. Pigeons walk funny. Кептелер күлкілі жүреді. How do pigeons walk? Pigeons walk funny. Funny деген сөз осы жүру дегенді анықтап тұр. I listen to people carefully. Мен кісілерді мұқият тыңдаймын. Мен кісілерді абайлап тыңдаймын деген сөз carefully. Мен кісілерді қалай тыңдаймын? How do I listen to people? I listen to people carefully. I would like to understand it thoroughly. Мен мұны толығымен түсінгім келеді. Thoroughly деген толығымен деген сөз. Understand қалай түсінгім келеді. Толығымен түсінгім келеді. I would like to understand it thoroughly. How would I like to understand it? Қалай түсінгім келеді. Бұл өте түсінікті оңай тақырып. Бір жағынан онша оңай да емес. Біз оны келесі беттерден қараймыз. Types of adverbs. Үстеудің түрлері. Adverbs of time. Уақытты білдіретін үстеулер. Ring the bell now. Қоңырауды қазір бас деген сөз. Осында қазір now деген сөз үстеу. Қашан бас деп атсың қоңырауды? Қазір. She has a new hairstyle every month. Ол әр ай сайын шашылгісін өзгертеді деген сөз. How often does she have a hairstyle? She has a new hairstyle every month. Ол қаншалықты жиі өзгертіп тұрады шашын. Әр ай сайын деген сол үстеу қимыл іс-әрекеттің оның шашын қаншалықты жиі өзгертетінін, шаш өзгерту дегенді қаншалықты жиі өзгертіп тұрғанын сипаттап анықтап тұр. I am not working this week. Мен бұл аптада жұмыс істемеймін. When am I not working? I am not working this week. Сонымен adverbs of time уақытты білдіретін үстеулерге қашан деп сұрақ қоямыз, ағылшынша when. Adverbs of place мекен жайды білдіретін үстеулер. Come and sit here. Кел, бұраға отыр. Here, осында деген сөз үстеу қайда отырамын? Осында, бұраға, бұл араға немесе. The children are playing upstairs. Балалар жоғарғы қабатта ойнауда. Қазір балалар жоғарғы қабатта ойнап жатыр. Қайда ойнап жатыр балалар қазір? The children are playing upstairs. Жоғарғы қабатта деген сөз осы мекен жайды білдіретін сөз. Қайда дегенді біз where деп сұрақ қойдық. I did not put it there. Where did I not put it? I did not put it there. Мен бұны ол жерге қойған жоқпын деген сөз. Types of adverbs. Үстеудің түрлерін жалғастырамыз. Adverbs of manner. Adverbs of manner деген манерді, қалай іс-әрекеттің қалай жасалғанын білдіретін түрі. She entered happily into the room. Ол бөлмеге қуанышты күйде енді. Қалай енді?
Ол бөлмеге қалай енді? Ол бөлмеге қуанышты болып енді. She entered happily into the room. Happily деген enter деген сөзді анықтап тұр. He passed the exam easily. Ол емтиханды оңай тапсырды. Қалай тапсырды? Оңай тапсырды. He passed the exam easily. How did he pass the exam? Adverbs of degree, дәреже, деңгейді білдіретін үстеулер. That is the farthest I have ever jumped. Бұл менің ең ұзаққа секіргенім болып тұр. Қаншалықты ұзаққа секіргенді білдіріп тұр. Ең ұзаққа деген farthest деген сол ең ұзаққа секіргенім деген сөз. Осы жолы мен ең ұзаққа секірдім. That is the farthest I have ever jumped. He boxed more cleverly. Box ол спорттағы бокстасу түрі. He boxed more cleverly. Ол анағұрлым шебер бокстасты. More cleverly, анағұрлым шебер деген сөз. It is less difficult. Бұл онша қиын емес. It is less difficult. Adverbs can modify adjectives, adverbs and other types. Үстеулер сонымен қатар сын есімдерді, үстеулерді және басқа сөздерді де анықтайды. Жалпы үстеулер етістікті анықтайды. Көбінесе етістікті анықтайды, бірақ кейбір жағдайда осылай басқа да сөздерді анықтайды. The weather is extremely hot. Ауа райы өте, extremely деген сөз оқылуы төтенше, аса ыстық деген сөз. Adjective бұл жерде сын есім hot, extremely үстеу. The heavenly bright light shone on the water. Heavenly деген қазақша ғажайып деп аударуға болады. Bright жарық деген сөз. Bright light жарқыраған жарық деген сөз. Shone, shine деген етістіктің өткен шақ формасы түрі. Сонымен ғажайып жарқыраған жарық су бетінде жалтырады деген сөз. Міне сол сөйлемнің, бүкіл сөйлемнің оқылуы. The heavenly bright light shone on the water. He finished his assignment remarkably quickly. Осы сөйлемде біз екі үстеу көріп тұрмыз. Remarkably және quickly. Remarkably деген ол керемет, айтарлықтай деген сөз. Quickly жылдам. Ол өзіне берген тапсырманы айтарлықтай жылдам орындады деген сөз. He finished his assignment remarkably quickly. This steak is very badly cooked. Бұл мынау steak, ол ет, білесіңдер, steak дегенді. Is very badly cooked. Cooked деген past participle етістіктің түрі. Past participle деген badly, нашар, жаман деген сөз. This steak is very badly cooked деген бұл steak өте нашар пісіріліпті. He was madly in love with her. Ол жігіт, he was madly in love. Madly деген осы үстеу. Сөзбе-сөз аударғанда жынды болып деген сөз. Қазақша бұны енді madly in love ес-түссіз ғашық болу деген сөз. Ол қызға ол ес-түссіз ғашық болды. Prepositional phrase деген мына in love деген сөз. In деген preposition, love сол махаббат деген сөз. He was madly in love with her. Her деген сол есімдік қызды білдіреді. Adverbial clauses and phrases. Үстеулік clause and phrases деген қазақша тіпті қандай терминология, қазақ тілінде қандай терминология мен қазір есімде жоқ, бірақ бұл сөйлемнің бүкіл бір бөлігі. Сол сөйлемнің бірнеше сөзден тұратын бүкіл бір бөлігі етістікті анықтап тұр. Бірінші мысал, that fox is walking around like he owns the place. Осы сөйлемдегі like he owns the place. Осы жердің иесі секілді деген міне сол бөліктің барлығы қалай ол жүріп жүрді деген бір сөзді етістікті анықтап тұр. Ол
түлкі осы жердің иесі секілді болып жүреді. It is colder and wetter in the north of the country. Елдің солтүстік жағында ауа райы суықтау және анағұрлым ылғал. Осы жердегі суықтау және ылғал деген етістік бөлігін, баяндауыш бөлігін мына бөлік in the north of the country, елдің солтүстігінде деген сол бірнеше сөзден тұратын бөлігі анықтап тұр. Қайда суықтау, немесе қайда суықтау және ылғалдау? Елдің солтүстігінде. Ол place, мекен жайды білдіріп тұр. Алдыңғы сөзде ол әдеп, қандай әдетпен жасады? Оның әдет қандай екенін білдірген. A fox attacked your cat while I was waiting for the bus. Мен автобус аялдамасында, автобус күтіп тұрған кезде түлкі сенің мысығыңа шабуыл жасады. Осы сөйлемдегі түлкі сенің мысығыңа қашан шабуыл жасады деген анықтаманы мына бірнеше сөз білдіріп тұр. Мен автобус күтіп тұрған кезде деген. While I was waiting for the bus. A fox attacked your cat while I was waiting for the bus. Уақытты білдіріп тұр. Қашан? Carrot is as expensive as potato. Сәбіз бен картоп қазіргі уақытта бірдей қымбат деген сөз. Қазақстанда қазір сәбіз бен картошка күн сайын жарысып жатыр ғой. Қайсысы қымбат болу керек екен. Бір күні сәбіз озып кетеді, бір күні картошка озып кетеді. Сондай сияқты болып тұр ғой қазір, иә? Carrot is as expensive as potato. Картоп қанша қымбат болса, сәбіз де сонша қымбат. Мүмкін екеуі тепе-тең бүгін. Осындай мысал. Ол қаншалықты деңгейді білдіреді. Adverbs or adjectives. Үстеулер ме немесе сын есімдер ме деген тақырып бұл бетте. Кейде үстеулер мен сын есімдерді ажырату кішкене қиындау болады. Сондай сөздердің мысалы, міне adjectives деген сын есімдер, зат есімдерді сипаттайды. Adverbs үстеулер, бүгінгі осы тақырыбымыз. Үстеулер көбінесе етістікті сипаттайды. Ал мынандай сын есімдер, осы сияқты басқа да сын есімдерге ли деген ly жалғасақ, ол үстеу болып шығады. Important, importantly. Attentive, attentively. Сол сияқты басқа сөздерде. Fond, fondly. Short, shortly. Kind, kindly. Cruel, cruelly. Loving, lovingly. Affectionate, affectionately. Мысалы, he is an important person деп айтсақ, he is an important person, сол адам дегенді сипаттап тұр. Important деген сөз. He walks importantly десек, ол маңызданып жүреді. Ол маңызды адам. Алдыңғы сөйлем. Ол маңызданып жүреді дегенде, he walks importantly дегенде walk деген сөзді сипаттап тұр. Яғни етістікті. Дегенмен сол ли, ly жалғанған сөздің барлығы үстеу емес, кейде сондай сөздер сын есімдер. Осы сөздің барлығы сын есімдер мысалы. Мысалға, she gave me a friendly smile десек, ол маған достық ниетпен күлімсіреп қарады деп айтамыз. Friendly smile, сол friendly деген adverb, сын есім, ли мен бітіп тұр, бірақ ол сын есім. Осы күлкі деген зат есімді сипаттап тұр. Her smile is lovely. Бұл жерде де smile деген сөзді сипаттап тұр. He gave a silly laugh. Laugh деген ол да күлкі. Ол маған ақымақтарша күлді. Немесе сасқалақтап күлді деп те айтуға болады. Words that are both adverbs and adjectives. Үстеу және сын есім болып осы екі сөз ретінде де қолдана беретін сөздер де бар. Daily, weekly, monthly, yearly, early, leisurely деген сөздер. Кейде сын есім, кейде үстеу болады. Мысалға, it's a daily paper. Бұл күнделікті
paper деген ол news қазақша не дейтін еді, газета. Сол бұл күнделікті шығатын газета деген сөз. It's a daily paper. Бұл жерде сын болып тұр. I'm catching an early train. Мен ерте жүретін пойызға мінемін деген сөз. An early train. Сын жерде де. It comes out daily. Daily деген сөз енді үстеу ретінде қолданылып тұр. Ол мына етістікті сипаттап тұр. Бұл күн сайын шығады деген сөз. I get up early. Мен ерте тұрамын. Мен тұрамын дегенді сипаттап тұр. Ерте тұрамын. Осымен біздің үстеулер жайында сабағымыз бітті. Мен үстеулер жайында сабақты қатты өткім келген жоқ. Бірақ сөз саптардың бәрін бастағаннан кейін бұнда түсіндіруге тура келді. Үстеулер өткені кейде адам басын қатырады. Дегенмен оған үйреніп кетуге болады. Осымен сабағымыз тамам. Келесі сабаққа дейін сау болып тұрыңдар. Until next lesson.